Алматының патрульдік полицейлері ірі есірткі сатушыны ұстады. Сәлеметсіз бе? Бұл хабарламадан басқаның хабардар болуын қаласаңыз, бейне астында лайк темесін басып, арнамызға жазылыңыз. Күдікті сағат 3:30-да Алматы қаласының тұрғын алабында ұсталды деп хабарлайды Бақ.кз. Полиция кз сайтына сілтеме жасап, Буран 082 патрульдік экипажы Ақсай ықшам ауданындағы тұрғын үйлердің ауласында ер адамды байқап қалды. Ол полиция қызметкерлерін көре сала жасырынбақ болды. Патруль қызметкерлері күдікті адамды ұстады. Ол өзімен бірге есірткі бар екендігін мойындады. Әуезов аудандық ПБ-ның жедел тергеу тобы ұсталған азаматты жеке тінту барысында ұнтақты заты бар 80 дана полиэтилен байламдарын тәркіледі. Ұсталған адамның өзі байламдарда жылдамдық синтетикалық есірткі заты екендігін айтты. Сондай-ақ ол қаланың әртүрлі нүктелеріне шөпті тарату үшін екенін түсіндірді. Қазіргі уақытта тәркіленген заттарға сот-химиялық сараптама тағайындалды. Жедел бөлімшелер қалаға есірткінің жеткізілу арнасын және таралу географиясын белгілейтін болады, деді Алматы қалалық ПД ЖПК патрульдік полиция полкінің командирі Бауыржан Хан Теміров. Бұл дерек Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабы 2 бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізіліміне тіркелгенін ПД-да хабарлады.